Бүгін Жасыл ел студенті құрылыс жасақтарының және жастар еңбек жасағының маусымы салтанатты түрде ашылды. Шара барысында студенттер өздері жұмыс жасайтын орындарына барды. Олардың біреуі қаланың абаттандыру жұмыстарына атсалысатын болса, қалғаны әлеуметтік құрылыстарда жұмыс жасайтын болады. Жасыл ел студенттік құрылыс жасақтары 9 жыл бойы аймақтағы жастарды жазғы демалыс уақытында жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Биыл да бұл жұмыс белсенді жалғасуда. Біздің жастарымыз еңбек науқан маусымын ашылуы болып отыр. Жастарды біз еңбек семестріне шығарып салып отырмыз. Жылдағыдай 1000-ға жуық студенттеріміз облысымыздың аудандарында әлеуметтік нысан салу жұмыстарына қатысады, қаланы көріктендіру, абаттандыру жұмыстарына тартылып отыр. Биылғы жылы студенттік құрылыс жасақтары бағдарламасын жүзеге асыруына бюджеттен 8 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ қаладағы жоғары оқу орны мен колледж студенттері облыстағы әлеуметтік еңбек құрылысына белсене қатысуда. Жасыл ел жастар еңбек жасақтары мен студенттік құрылыс отрядтарының жазғы еңбек маусымының ашылу салтанаты болып жатыр. Біз бүкіл жоғары оқу орындары осы еңбек маусымына дайынбыз десек те болады. Мен осы студенттік құрылыс жасағанда жұмыс істеп келе жатқаныма 3 жыл болды. Студенттік құрылыс жасағында жұмыс істеу бұл біріншіден біздің қаламыздың көркеюіне, еліміздің гүлденуіне және оның рухани кемелденуіне қосқан үлесі мол болмақ. Ал екіншіден ол ата-аналарымызға деген жастардың жанашырлықтар мен көмектері болып табылады. Студенттер еңбек етуге тас түйін дайынбыз дегенді айтады. Олар үшін өздерінің оқу практикасы мен ақша табуларына жақсы жағдай жасалған. Сонымен қатар белсенді жастар жаз бойы жұмыстан басқа мәдени іс-шаралар өткізуді жоспарлап отыр. Шерхан Мұратбек, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.